Шыңғыс ханның 8 жыл өтсе де маңызын жоғалтпаған 10 сөзі керемет, тыңдап көрейік. Бүгін бітіруге болатын істі ертеңге қалдырма. Қорықсаң бастама, бастадың ба, қорықпа. Шибөрілердің алдында жүргенше, қасқырлардың соңында жүрген артық. Жеңіске жету аз, оны пайдалана білу керек. Ұлы істі жалғыз адамның аяқтауы қиын. Ақылды адам сөзін босқа шығындамайды. Бір жебені сындыру оңай, бірнешеуін сындыру қиын. Адамның ең үлкен қуанышы көздеген мақсатына жету. Ақылды адамның сөзі аз, бірақ салмағы ауыр. Өз үйін дұрыс басқара алған адам өзіне сеніп тапсырылған елді де басқара алады.